Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздермен ханым немесе орама дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттардың барлығын ашып тазалап аламыз. Енді пиязымыз бен картошканы майда етіп турап аламыз. Мен бұл тағамды көбірек істеп жатырмын, сол үшін керекті заттарымды да көбірек тураймын. Егер аз істемесеңіздер, аздау алып турай бересіздер. Сәбізді күштен өткізіп аламыз. Енді капустаны да майдалап турап аламыз. Мұнда капуста қосу міндетті емес. Бар болса, жай капуста қоссаңыздар да болады. Етіміз бен шымайымызды саламыз. Мұнда шымай салу міндетті емес, бірақ салсаңыздар тамағыңыз өте дәмді болып шығады. Дәміне қарай тұз, бұрыш, сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Суға дәміне қарай тұз салып, сәл қатылау қамыр елейміз. Жұмсақ болып қалмауы керек. Енді осыны ие қанғанша 10-15 минутқа қойып қоямыз. Жаңағы қамырды алдын ала үшке бөліп зола қылып қойдым. Енді бір бөлігін жаямыз. Жайылған қамырды екіге бөліп, сұйық маймен жақсылап майлап, салмасын салып, орайтын боламыз. Неге орап болдық, енді табамызды майлап, қамырымызды орналастырып шығамыз. Қамырдың бетін майлаймыз. Неге осыны қайнауы жақсы болса, 45 минутта пісіп шығады.